Компаниясының 2016 жылы құрылды, қарашаның 11-інде. Оны құрушы, негізін салушы біздің компанияның иесі отбасылық бизнес деп аталынады. Бұл Дэн Пэттон. Мына азамат осы Қазақстанда бірнеше рет болып келді. Енді Алла қаласа енді не болып келеді, биылда келіп кеткен еді. Мына Дэн Пэттон деген азамат. Осы кісі 2016 жылы бұл кісінің историясын айтатын болсақ, бұл кісіні найзағай ұрып, жарты органдары жоқ. Өзі көрсетеді. Келген кезінде гольф ойнап жүрген кезінде жаңағы найзағай Америка жақтарда өте көп қой. Сонда ұрған кезде осы жаңағы шұңқырға жаңағы не келді, найзағай тиіп, біраз жаңағы комада жатады бірнеше уақыт. Сондықтан жаңағы біраз органдары жоқ кісі. Сондықтан өзінің отбасына шығарылған өнім. Бірақ бизнесмен, бұл кісі біраз жылдан бері бизнесмен. Сондықтан өзі бизнесмен болғаннан кейін бұл кісі Америкада емес, тек қана Америкада емес, Европа елдерінде де, қазір бүткіл тмд елдерінде де өте танымал азамат. Сондықтан Америка, Европа елдерінде бұл кісіні жаңағы как бизнесмен, өте жаңағы таза бизнесмен, жаңағы сондай болғаннан кейін біраз жаңағы ғалымдар, көп адамдар таниды. Сондықтан бұл кісі комадан шыққаннан кейін, комадан жатқан кезде, оянған кезінде биепик деп оянады жаңағы. Өзі айтады. Бірнеше рет қайталады дейді, комадан шыққан кезінде биепик деп. Биепик деген высота, полет, жаңағы өрге қарай шығу, даму деген сияқты сондай сөздерді білдіреді. Оны егерде Құдай қаласа келген кезінде өзінің сөздерінен де, денесіндегі жаңағы тыртықтардан да өздеріңіз көретін боласыздар. Сондықтан 2016 жылы жаңағы әлемнен бүткіл ғалымдарды жинайды. Ғалымдар жиналып, осы біздің өнімдерді шығаруына себепкер болады сол ғалымдар. Қазір мына біздің ғалымдар отыр, мына жерде қазір енді жаңағы Чейз Ричфилд деген мына өнімдерді шығарған, Адам Саусета, Уильям Хэннон сияқты жаңағы әлемдік танымал ғалымдар, әлемдік рейтингте олар книга рекордов Гиннесаға кірген азаматтар, әлемде енді ученыйлар өте танымал азаматтар. Сондықтан ең бірінші биепик компаниясы 2016 жылы 11 қарашада құрылып, 2 айдан кейін 2017 жылдың 15 қарашасында биепик компаниясы болып құрылып, әлемге бірақ өнімменен өзін паш етіп көрсеткен компания. Мен енді 20 жылдан бері, биыл 20 жыл болды сетевой компанияға келгеніме, бірақ осы 20 жылдың ішінде 4 компанияны ауыстырған екен. 4 компания жаңағы ары бері жүрген жоқпын. Ең бірінші компаниямда менің американдық компания, Америкадан шыққан, екінші Австралия, үшінші Америка, мына 4-ші компаниям екен. Сол жаңағы сетевой компанияларды көрген кезде, әрине мен Қазақстанның да өнімдерін көрдім. Жаман деп айта алмаймын енді, ешқайсысын біз сетевиктер сондаймыз, көрдім, барлығын көрдім, жаман емес. Бірақ сіздер білесіздер, өздеріңізде іштеріңізде біліп тұрған шығарсыздар, әлемге шыға алмайды біздің Қазақстанның өнімдері, әлемдік рейтингке шыға алмайды, нарыққа шыға алмайды. Сондықтан 2017 жылы әлемдік нарыққа бірақ өнімменен жаулап алған, бірақ өнім өзін паш етіп көрсеткен компания. Бұл Elevate өнімі. Күндізгі тамақ қоспасы Elevate'ді көрсетіп жүрші. Шығар алдында американдықтар, вообще мен басқа жаңағы алдындағы екі компанияны да білем, американдық компаниялар ең бірінші шығар келсе, оларды келіп жаңағы шығарып болғаннан кейін барып тексеріп жатпайды, олар барып өздерін тексерткізеді. Біздің Дэн Пэттон всегда жаңағы өзі өнім шығарған кезде барып мені тексеріңдерші деп тексереді. Сондықтан бірінші күннен бастап халал, веган, кашер сертификаттары, GMP, ICO сертификаттары, FDA, NASA сертификаттары, және Америка құрама штаттары мен Швейцария, Германия біріккен сертификаттары бар, және де көптеген сертификаттар, енді қазіргі таңда менің білетінім, бана 17 түрлі сертификаттары бар компания, әлемдік сертификаттар. Содан кейін біздің Қазақстанымызға келгеннен кейін де, әрбір елге келгеннен кейін де әр ел өзінің сертификаттарын алды. Енді Қазақстанға келгеннен кейін осы 7,5 жылда, қазір биыл 9 жыл болды, 7,5 жылдың ішінде 3 рет сертификат бізді жаңаладық.
Біздің де тексерістен өттік. Біздің компания Қазақстанда мұсылмандар одағы тексеріп 8 айдан кейін ең бірінші сертификатымызды берді. Ең бірінші сертификатты біз құжатты тапсырға дейін 8 айдан кейін алдық. Одан кейін 2 рет алдық. Сондықтан халал сертификаттары өте тамаша. Жаңағы біздің намаз оқитын кісілер бар, басқа кісілер жаңағы. Сондықтан біздің өзіміздің қазақ өзіміздің де еліміз жаңағы басқалар демейміз. Сондықтан халалды көбірек жейміз. Халал сертификаттары бар. Енді бұл жаңағы Гонконгтан шығарған кезде әлемнің көптеген ғалымдарын жинаған кезде айтқан етін, маған бірақ өнімінен осы мен отбасына кім жаман нәрсе тілейді? Отбасына шығарылған өнім, өзінің отбасына арнап шығарған басында. Сондықтан жаңағы мына Elevate өнімі отбасына, өзінің отбасына арнап шығарылған өнім болатын басында. Содан кейін бар бұл отбасынан өздерінен өткізгеннен кейін халыққа неге біз осы жаңағы жүйе арқылы бұны елдерге көрсетпейміз деп. Elevate өнімі бұл ешқандай дәрі емес, көбісі дәрімен шатастырады, капсула түрінде, мұндай көптеріңіз көрген шығарсыздар, капсула түрінде. Мына капсуланың құрамында басқа компаниялардың мен айттым ғой биологиялық активті қоспалар деп. Басқа компаниялардың 23 түрлі компоненті біздің мына бір капсуланың түрінде. Егер де сіздер жасушалық өнім деп аталынады, бұл дәрі емес, бұл дәрумендер емес, ешқандай дәрумен емес. Бұл кәдімгі, бұл батта емес, биологиялық активті қоспа емес, бұл жасушалық өнімдер деп аталынады. Кәдімгі клеточное питание, правильное питание деп атамыз ғой, тура дәл сол. Соңғы еда для космонавтов дейді. Егер де YouTube канал басқа жерлерден көріп атсаңыздар, космонавтар не жейді деп алып жүріңіздер, YouTube-тарыңызда. Космонавтар не істейді? Суға бірдеңені қосып жатады, жаңағы мынадай стиктар, бірдеңелерді қосып жатады. Олар енді жоғары жақта отырып алып жаңағы бірдеңе жемейді ғой. Сондықтан еда для космонавтов деген осы өнім, мынандай суға араластырып. Болмаса мынандай капсулалар бар. Сондықтан еда для космонавтардың өнімі деп аталынады. Elevate өнімі ең бірінші күннен бастап қолданған кезде әрбір адам сырты спирулина, құрамында көптеген саңырауқұлақтар бар. Міне басқа компаниялардың 15-20 банкысын бір ғана өзі атқарады. Бір ғана өзі. Көрдіңіздер ма? Бөлек-бөлек алып жатпайсыздар. Мысалы, бұрын мен алып отыратын кальций алатын, спирулина алатын, шайларын алатын, магний, бірдеңелердің витаминдер бөлек алатын. Одан болса дәріханалардан барып алатын да, соның бәрі мынаның құрамында. Мынаның енді мен ең бірінші көзіміз ашып қой, бәріміз көреміз. Мынаның сыртын көргенде мен таң қалдым. Сыртын көргенде таң қалдым. Сондықтан сыртында 11-13 түрлі дәрумендер бар. Сіздерге қандай витамин керек? А витамині, С витамині, Д витамині керек па? Осының бәрін жаңағы дәрумендердің барлығы бар. Бүткіл микро-макро элементтер бар. Құрамында саңырауқұлақтар бар, кардицепс дегенді естіген шығарсыздар, табиғи антибиотик дейді. Біз антибиотик қабылдаймыз ғой ауырған кезде. Бұл табиғаттан кәдімгі өсіп тұрған табиғи антибиотиктар. Шейтаке деген, ленжи деген, ол жаңағы адамды жасартатын. Ганодерма, ол жаңағы біздің қан қысымы, қант аурулары бар болатын болса, солардың бәрін балансқа келтіріп тұратын біздің саңырауқұлақтар, таудан теріп алып бізде жей қоятын саңырауқұлақтар емес. Сондықтан сондай әлемде $10,000-дан $40,000-ға дейін килограммы сондай саңырауқұлақтарды қоспасы бар. Және де біздің күнделікті қолданатын, үйдегі қолданатын жеміс-жидектеріміз. Жеміс-жидектердің құрамында алмада, шиеде алмай қойсаңыздар да болады. Жегіміз келеді кейбір кезде, бәрін көргіміз келеді. Мынаның ішінде соның бәрі бар. Алма, шие, брокколи, сәбіз, қияр, қызанақ сияқты, тағы да қызылша, анар, апельсин да бар, қара жиде, құлпынай, соның бәрі, көрдіңіздер ма, шпинат деген сияқты, соның бәрі 30 келі жеміс-жидектің сублимациялық сығындысы.
Сублимация деген барлығына бір-біріне балансқа келтіріп тұратын сублимация дейді. Сондай өнімдер. Енді мына көрдіңіздер ма? L-тианин, L-тирозин, бакопамания, гуарана дейді. Соның бәрі осының құрамында. Бұл адамға 12 жастан бастап жоғары қарай әрбір адамға, ересек адамдарға бір суткалық өнімді есептеп қойылғандар. Сізге күнделікті неге ауыра бересіз? Күнделікті сізге суточный норманы есептеп қойылған. Ең бірінші қолданған адам, ең бірінші кезде, бірінші күндері бір 10 күннің ішінде мүмкін сондай кездерде өздеріңіз байқайсыздар, бір күш жігер пайда болады адамда, энергия. Көбіміз ауырған кезде қазір көп адамда, біздің жасымыздағылар емес, жастарда да жаңағы энергия жоқ. Көбісінде сондықтан жаңағы бір күш-қуат пайда болып, күш-қуатыңыз көбейген кезде, бір энергия пайда болған кезде, сіздерде бір депрессия, стресс, жүректің қобалжуы, солардың бәрі нормаға келе бастайды. Солардың бәрі кеткен кезде, иммунитетіңіз көтерілген кезде, сіздерде бір көңіл-күй пайда болады. Көңіл-күй дегеніміз, жаңағы энергия көтеріліп тұрса, әрине бір көңіл-күй көтеріледі адамды, еңсе көтеріледі адамның, иммунитеті көтеріледі. Содан кейін ол адамды 15-20 жасқа жасартады. Әрине, егер де не қылатын болсаңыздар, жаңағы Құдай бір оқыс жағдайдан сақтасын, бірақ солай айтуға тура келеді, адамның жасын да ұзартады. Өйткені ағзамыз біздің тазаланады. Әрбір біздің жасушаларымыз дұрыс тамақтанады, дұрыс ішіне полезный свойства барғаннан кейін адам дұрыс тамақтанады. Міне осындай тамаша өнім ең бірінші 2017 жылдың қаңтардың 15-нен бастап бізді әлемді жаулады. Бір деген уақытта 180 мемлекет қабылдады. Көрдіңіздер ма? 180 мемлекет, бірақ өнімменен, сіздер көрдіңіздер ма? Мен әшейін жаңағы дүкендерді айтамын да. Дүкенде мысалы киім сататын бір дүкенге барып жатсаңыздар, бір спортивка қойып қойды ана жерге, или болмаса бір көйлек қойып қойды. Бір түрін. Өтеді ма ол дүкен? Өтпейді. Бір көйлек қойып қойды. Дүкенге кірсеңіздер бір көйлек тұр. Или бір рубашка тұр. Хоп, енді теріс айланып, өйткені выбор жоқ. Магазинге барсаңыздар бір булка нан тұр. Өтеді ма? Өтуі мүмкін, бірақ ол адам аз келеді. Өйткені ол жерде мынандай жоқ. Ассортимент жоқ. Ал бізде бір өнімменен жаулап алды. Әлемді жаулап алды. Сіздер білесіздер ма? 2017 жылы бізге февраль айларында келіпті Қазақстанға. Енді Қазақстан шулаған кезде бір өнімменен, мен бір сетевой компанияны көрген жоқпын, алдындағы 3 сетевой компанияда, мысалы, ассортимент таңдап алатын, да? Ассортимент. Қазір ондай бізде бір өнім ғана. Сонымен әлемді шулаған кезде көрдіңіздер 2017 жылы. Міне бір өнімменен әлемді жаулап алған компания. Одан кейін компания бізге түнгі тамақ қоспасын ұсынды. Әрине, мынаған қосымша болады деді. Мына жерде күндіз сіздердің еңселеріңіз көтеріліп, иммунитеттеріңіз көтеріліп тұратын болса, біз сіздерге түнгі тамақ қоспасы, бұл кәдімгі тамақ достар. Бұл еда деп айттық қой жаңа. Бұл тамақ. Бұл да капсула түрінде, мынандай тамаша қазір көптері осыны біз база деп айтамыз. База, мындай әдемі. Мына үшеуі бір-біріне егіз сияқты да. Мына екеуі енді сладкая парочка деп қояды көбінесе. Сондықтан осындай акселер слип, акселер рестор түнгі тамақ қоспасы. Мына күндіз жұмыс деп жатса, ағзаларыңыз мына түнде. Мына түнде сіздердің ұйқыларыңызды жөндейді. Ұйқыларды енді мен осыны қолданар кезде мен айтқам, мен ұйқым тыныш деп айтқам едім да. Бірақ ұйқым тыныш болғанмен мен түнде сөйлеп шығатынмын, түніменен қорылдайтынмын. Басым қыбла жақта жатса, содан кейін бірақтан кейін мына жақта жатады, домалап жатады. Ұйқым тыныш білмесем де. Соның бәрі мына нерв жүйесі екен. Сол ұйқымызды тыныштандырады. Бұл да қан қысымдарын барлығын нормаға келтіріп, балансқа келтіріп тұрады. Және де бұл жаңағы түнде сөйлейтін, қорылдайтын, мына жаңағы лунатиктер деп жатырмыз, солардың бәрін нормаға келтіретін. Осы құрамы өте бай. Акселерейтте құсағанменен түрі барлығы, бірақ өте құрамы өте басқа. Акселерейттің құрамында саңырауқұлақтар болатын болса, жеміс жидектер бар болатын болса, Асқар не дайындап жүрші?
Внутренний ма? Внутренний или дайдыр. Далада өсіп тұрған шөптер бар ғой. Бізде Қазақстанда өте бай екен. Мен мынаның құрамы қарап отырсам, өте бай. Мынаның құрамы далада өсіп тұрған шөптердің тамырынан алынған сығында екен. Тамырынан алынған микро-макро элементтер қарап отырсаңыздар. Бұның құрамында алоэ вера да бар. Құрамында расторопша, сена, шелуха семечкінің шелухасы дейді да, андай. Сондай да бар екен. Енді бұл бізге, оның бәрі бізге өте көп пайдасы зор екен. Сондықтан адуғайчық бақ-бақ өнімі дейді да, сондайлардың бәрі бас. Және де құрамында пробиотик, пребиотик, энзим дегендер бар. Пробиотик, пребиотик. Мына ылыбайтты көбісі бөліп ішеді басында, бөліп ішуге болады. Мынаны бөліп ішуге болмайды. Түнгі тамақ қоспасының құрамында пробиотик, пребиотик, энзимдер бар. Барлығына дайындай сал. Мына жерді ала бермейді. Құрамында пробиотик, пребиотик, энзим дегендерім, ол біздің ағзамызға керек тірі микроорганизмдар. Кәдімгі біздің ағзамызда шлактар бар, токсиндер бар, ауыр металдарға шейін бар біздің ағзамызда. Тірі паразиттер бар, ағзамызда. Солардың бәрін қоршап, түніменен екеуі сіздерді дайындап, таңертең жұмсақ дәретпенен сыртқа қарай шлактардың бәрі шығарып жібереді. Қиналмайсыздар, сіздер білмейсіздер, бірақ жәндеріңіз кір. Мысалы, болады ғой, тойдан кейін бір той боласыздардағы бір ұйықтай алмай, осы акселерейтті ішіп алыңыздар түнге қарай. Қандай азыңды таңертең жеңіл болып тұрасыздар. Және де бұның мен өте бір таңғалған жерім, бұның жаңағы мелатонин бар құрамында. Бізде қазір 25 жастан кейін қазіргі заманда, бұрын мүмкін болушы еді. Қазіргі таңда 25 жастан кейін де мелатонин бөлінбейді. Мелатонин бөліну үшін біз 9-10-дарда жатып қалу керекпіз. 9-10-дарда. Ол бірге шейін бөлінеді. Біз бірде отырамыз ғой, бәріміз көзіміз бақырайып, мен әсіресе отырамын. Сондықтан мелатонин бөлінеді. Мелатонин, гормон сна, гормон счастья, гормон молодости деп айтады да. Сондықтан ол жасартатын, көңіл-күй сыйлайтын сондай өнім мелатонин деген. Және де гумин қышқылы бар құрамында. Гумин қышқылы деген бізге керек. Неге менің командамда жаңағы жаман аурудан нәтижелер өте көп менің командамда. Менің командам өзінде кішкентай ғана командада. Ал үлкен жаңағы әлемде ондайлар көп. Сондықтан гумин қышқылы менің білетінім, білмегенім қаншама қазір команданы бұрын осыдан 5-6 жыл бұрын командамызды санау білуші едік. Қазір білмей де қалдық, кімдер бар, кімдер жоқ. Сондықтан қазіргі таңда сол жаман аурудан біздің командамызда мен білетінім 8 результатымыз бар. Ең бірінші қызымыз Тараз қаласынан болды, 25 жасар қыз. Шашы менде интернетте жүр, ең бір жағында бір күні не көп инстаграмда. Сондықтан шашы кірпігі түгел түспаған. Қазір шашы мына жеріне шейін бұйра өзім медик. Жаңағы мен қаралып жүрген поликлиникада сол қызымыз жұмыс істейді, медсестра болып жұмыс істейді. Ең бірінші қызымыз. Одан кейін кетті, бірінен кейін бірі кетті. Сондықтан гумин қышқылы бар. Сол гумин қышқылы дегеніміз, мынау біз білмейміз қазір, ағзада кеше ғана класстасымыздан естіп жатырмыз, осы кеше ғана емес, осы 1-2 апта болды. Жаңағы білмеген, жүре берген, өте активный қыз, жаңағы жүре берген, бірақ кеше ғана мына осы 2-3 күн болды, операция жасап, ота жасалынып, оның мысалы желудығы полный алынып тастады. Білінбейді көп адам жаман ауруы. Сондықтан сол гумин қышқылы бар. Ағзада бір ұяшықтар бар болатын болса, ағзада жаралар болатын болса, бөрткендер бар болатын болса, солардың бәрі қоршап алады дағы, кептіріп жіберіп, орнын микро-макро элементтер. Яғни ұйықтап жатқан клеткаларымызды оятып, клеткалар жаңағы ескіріп жатса, оларды жасартып, жаңада клеткалар пайда болатын осы тамаша өнім, бұл базалық өнім. Енді сіздер білесіздер, бұл өнімдерді қолданған ең көбісі айтады да, менде әлі бүйтіп жатыр, менде жаңағы нәтиже бола қойған жоқ деп. Нәтиже тезірек болу үшін компания бізге суды да ұсынды. Суды көбірек ішу керекпіз, су. Осы мыналардың бәрі енді құрғақ қой, ағзамызға барғаннан кейін әрбір үлкен адам 2-2,5 литр су ішу керек, достар. Білесіздер, сондықтан қазіргі таңда жылырақ су ішіңіздер.
жаңағы холодильниктен ішуге болмайды. Сондықтан білесіздер ғой, бұны ішпесеңіздер де вообще бұрын мен білмейтін едім, алып мұздатып қойып әбден іше беретін. Қазір міне уже 5-6 жыл болды, әбден үйрендім. Мен комнатный температура, үйге комнатқа қойған сондай суларды ішемін да. Сондықтан компания бізге өте тамаша ойын ұсынды. Жаңағы көріп отырсыздар, ағзаны кальций иондарымен қамтамасыз ететін. Ағзада бізде сіздер білесіздер, қышқыл көбейген кезде аурулар көбейеді. Паразиттер көбейді, сол жерде паразиттер. Енді білмейміз ғой, күнделікті жеп жатқан нәрсемізді бүйтіп микроскоппен қарап отырған жоқпыз ғой. Сондықтан ол жерде кетуі мүмкін неше түрлі нәрсе. Сондықтан ағзада қышқыл көбейген кезде оның үстіне жаңағы кислотностьым көп, мен алма жей алмаймын, мен жаңағы малина жей алмаймын, шие жей алмаймын дейді, қышқыл нәрсені жей алмайтындар болады ғой, лимон жей алмайтындар. Сол кезде кислотность көп. Мен біреу лимонды ана жақтан неғып тұрса, мен мына жақтарын қатты ашып тұратын. Сондықтан жаңағы қышқыл көбейген кезде сол жерде паразит көбейді. Паразит көбейген кезде оны жөндеп қалыпқа келтіріп, оны емдемесе паразиттер, ол да уақытысы келе баратын жеріне барады. Сондықтан жаңағы алпқаш баланста болу үшін 7-5 болу керек екен. Мына біздің хайдрейт өнімімізбен 9-5-ке дейін барады. Бұл қышқылды басады. Ғалымдар тексерген кезде біздің компанияның өте байлығында шек жоқ. Компания өте бай компания. Қазір компанияның бір жерде бір қарызы жоқ, сондай екен. Сондықтан компания естейді, мына Жапония елінде неге мына 90 жастағы кісілер жаңағы активный образ жизни дейді ғой, біреулер жаңағы тренажерға барып жатыр, біреулер жер қазып жатыр, біреулер жүгіріп жүр, 90-нан асқан, 100-де, неге 120-ға шейін, олар 130-ға шейін жастары өте жоғары деп естіген кезде, Жапония елінің бәрінде емес. Ол остров, Окинава деген остров бар. Сол жерде судың құрамында иондық кальций бар екен. Көрдіңіздер ма? Ол біздің ағзамызға керек, өте қажет жаңағы кальций екен. Сондықтан осы хайдрейт өнімі, көрдіңіздер ма? Сондықтан мына хайдрейт өнімі мынандай кішкентай ғана сашеде болады. Қазір сашеде шығып жатыр. Бұрын неде еді? Мынандай бутылда етін, дайын етін да. Қазір мына сашеда мынандай өте ыңғайлы, мынандай бутылкаға салып қойсаңыздар да болады, мынандай бутылкаға. Болмаса жаңағы тағда суға фильтрдің қажеті жоқ. Мен кеше ғана Талдықорғанда айтып жатырмын да, кімнің үйінде фильтр бар десем, көбісінің үйінде фильтр бар екен. Сондықтан фильтрдің суы ол жаңағы өлі су ғой, былай қарап отырсаңыздар, өлі су, ешқандай ішінде микро-макроэлементі жоқ, ешқандай айтып қояды, біз қосамыз, бүйтеміз, сөйтеміз деп, ол енді сенімсіздер. Сондықтан жаңағы суды иондық кальциймен қамтамасыз етеді, судың балансын, судың құрамын өзгертеді, яғни pH-ты 9-5-ке шейін көтереді. Оны барған адам бұл қосымша ағзаны тазалап шығардағы, ағзадағы қышқылдарды жою арқылы ағзаны иондық кальциймен қамтамасыз етеді. Мен осыны қолданып, бізде бір қызым, ол да медик қыз бізде Таразда, сол қызымыз салмағын түсірді. Ол салмақ емес, ол ісікті кетіреді да, иондық кальциймен. Сондықтан бұнымен қазір эксперимент жасап беремін. Мына хайдрейт деген тамаша өніміміз бар. Мына бір саше 1,5 литрге дайындалады. Суларымыз қаймақ сияқты болады енді кәдімгі. Одан кейін енді тамаша өнімдеріміз бар, енді бәрін айта берсек, мен былай өтейін. Бізде мынау Nutri Energy деген, әсіресе біздің спортпен айналысатын, активный, мен өзім қолданам, тамаша мынандай сашеде, огурцы, сіздер ішіп жатсыздар ғой деймін, мынандай 2 түрлі болады, қазір бұл сайтта жоқ. Мен алып қойған, кішкене мен ескі алып қойған енді. Сондықтан осындай тамаша, бұл да энергияны мықты береді. Nutri Energy құрамында омега бар. Омега деген білесіздер, бұның құрамын қолданған адам, денелері бір гладкий болып, протеин, денені жинап, салбыратпай, сондай. Содан кейін жаңағы шаршатпай, энергия береді. Мысалы, біздің қазір нелер жолда жүрген көлік айдайтындарда, сол кісілер көбінесе жаңағы ішіп отырады ғой, энергетиктер ішіп отырады. Ал мына бұл табиғи біздің лимонадымыз,
суға қосып ішетін лимонад кәдімгі. Семена чия деген. Семена чия бұл деген қазір көбісі базардан сатып алып жатыр да. Ал мына жерде дайын семена чия лимонад құрамы өте дәмді, ағзаны тазалайды. Құрамында омега бар. Омега деген шаш, тырнаққа, сіздің бет әлпетіңізге мысалы да жалтыратып, шлактарды түсіріп, энергия беріп қамтамасыз етіп, және де жүрекке де давлениеға да өте тамаша өнім. Қазір кеше ғана мына акцияда болды, бүгін уже сайтта жоқ, білесіздер, өте тамаша өнім. Қимай тұрмын, бұл өнім болмайды екен, енді бізде бепи гринс деген. Жүрекке кардио деп аталынады, кардио. Жаңағы бидай сұлы өскіндерінен жасалынған, табиғаттан алынған, жаңа ғана біз іштік, осы қазірде сіздерге берсем болады, көрсеңіздер болады. Осындай бепи гринс деген өте тамаша өнім, жүрекке, қан қысымына, және де біздің мына жаман аурулардың алдын алатын осындай тамаша өніміміз бепи гринс. Ну, енді көңілдеріңіз түспесін, бұл өнім болмайды екендер, бірақ оның орнына бізде актив гринс құрамы дәл солай, екеуінің құрамы құсас, өте құсас, сондықтан актив гринс. Бұл жаңағы пинаколада не дәміменен? Ананастың дәміне ұқсайды. Ананасқа ұқсатқан жоқ, мен тағы да бір дәмі сол орталарда да дәмі өте тәтті, бидай ұстап. Қышқыл маған тәтті сияқты көрінді, актив гринс деген тәтті болып көрінді, өте тамаша өнім, сондықтан компанияда бұл өнім постоянныйға қалды. Осындай өнім. Мынау екі жерде оқытықты Nutri Energy'ді айтып келетін, семена чиясыменен. Мынау біздің бикардио өніміміз. Бикардио өніміміз деген аттан айтып тұрған шығар, кардио деп. Егерде мына жүректің қобалжуы, бұл өнімді мен таң қалатыным, таңертең ішсеңіздер бір күшті энергия береді. Таңертең. Ал кешке жақын ішсеңіздер жатар алдында бір ұйқыға кетесіздер да. Осыны таң қаламын мен осы өнімге ше. Осының бір осындай бір свойствосы бар. Содан кешке жақын мен көбінесе кешке жақын енді бұрын мен енді гипертоникпін ғой, мен сақырым болған сондықтан кешке жақын жатсам уже ұйқыға жібереді. Содан кейін бұл да адамға бір күштерін көбейтіп тұрады, күш қуаттарын беріп тұрады. Содан кейін жүректің қобалжуы, жүректің мына бір тарсылдап тахикардия деп атамыз ғой, сондай болып жатса, болмаса бір жаңағы бір ауырлап тұрады. Анау сондайдан кейін өте тамаша көмектеседі. Мынау өте қазір біздің өзімнің отбасымызда да бар, үлкен әпкемізде сондай микро сынап қалған, сондайларға өте тамаша көмектеседі. Және де әйел адамдарда сіздер білесіздер, бір жас кезде определенный бір күн болады әйел заттарында, сондықтан соң кейін бала туады әйелдер үлкен кезінде де. Сондықтан сол жаңағы белден төмен жақтың бәрін тазалап шығатын осы тамаша өнім, гинекология жағынан. Ал ер адамдарда қазір білесіздер, қазір біздерге де келіп жатыр, 20-25 жас балалардың күш қуаты жоқ. Сондықтан содан кейін күш қуаттары жоқ болғаннан кейін отбасын құра алмай жүрген қаншама біздің ер азаматтарымыз бар, сондайларға да күш қуаттарын көбейтетін осы тамаша өнім бикардио өнімі. Құрамы мына дәрумендерге өте бай, құлпынай дәмі, құлпынай менен малина менен клубниканың ортасындағы дәм өте. Мен енді бұны бар ғой, былай ішкен уақытта, жаңа ғана іштім, енді көрсетем. Мынандай стикта келеді барлығы, сол стикті мен аузыма салып жібере саламын. Жолда боламыз, сөйтеміз, тағата су ішемін. Көп кісілер мынандай суға араластырады да іше береді, өте дәмді. Кішкентай балаларға да қазіргі таңда мен осы Тараз қаласында көрдім, шақырған етін жаңа медиктеріміз, сол кезде больницаға барған кезінде жаңа кішкентай балалар, именно жаңа қан диабетімен ауырып жатқан балалар. Қан диабеті 35-ті үлкен адамдар көтере алмайды, ал біздің кішкентай жасөспірімдеріміз, кішкентай біздің бүлдіршіндеріміз ырсылдап тұрып көтере береді екен, 35-ті көтере береді екен қан. Мен 12-ні көтере алмайтын, менде 12-14 болатын. Қазір жоқ. Сондықтан біздің кішкентай бүлдіршіндерімізге де үлкен адамдарға да ересектерге де болады тамаша өніміміз. Енді бізде
буын ауруларын ауыратын адамдар өте көп. Буындар менен жаңағы жүрген күннің ауа райына байланысты буындар. Біз қазақ, біздің өзіміздің халқымыз сондай, біз етті көп жейтін, әсіресе жылқыны көп жейтін адамдармыз. Жылқыны мөлшерден тыс жеп қойсаңыздар, ол да зиян екенін оны білесіздер. Өйткені білесіздер ғой, сынған жерді қайттан салу үшін қисық бітіп қалса, соны жылқының майын тартиды ғой. Жылқының майын көп жеген кезде буындарда ол да зиян екен. Сондықтан көп мөлшерден жылқының еті өте пайдалы. Бірақ мөлшерден тыс майын қолдану, ол да біздің анау 50-ден асқанда бит қалады ғой енді, иә? Аяқтары битіп кетеді ғой, сондықтан буындардың ауруларына, біздің жаңағы мына жаман аурудың алдын алуға онкопротектор деп аталынады бұны. Онкопротектор суық тисе, бұны ыстықтайды, суықтайды. Мына мен өзім ішіп жүрген заттарым сіздерге көрсететін. Күнде қалағанымды алып іше беремін. Мына Regenerate деген куркума дәміменен, куркумин дәміменен куркума шайы. Өте дәмді шай, ыстықтайды, суықтайды іше беруге болады, сүт қосып та іше беруге болады. Біздің компанияның бір жақсы жері мындай, қатып қалған ережесі, қағидасы ештеңкесі жоқ. Қалай ішкің келді, солай іше бер. Саған свобода. Міне, солай, Сәкен апай, сондай мына шайымыз біздің коллаген дәміменен. Коллагенді білетін шығарсыздар, иә, көптеріңіз естіген. Коллаген деген бетті жылтыратып, жасартып, көзді жандырып тұрады ғой. Кеше Замзагүл Тәңірбергенді көптеріңіз танисыздар ғой, талқылағанда айтып жатыр да, о, жасыңыз 63-те ма деп сөйтіп жатыр да, жас көрінеді, көзіңіз күлімдеп тұр ғой, барлығын күлдірді жаңағы бір ер азамат. Сондықтан көздеріңізді күлімдетіп, әдемі қылып, жап-жас қылып, тойға барсаңыздар, мына жанына тойға барайын деп жатыр екен, билеп осы коллагенменен сөйтіп жүресіздер. Енді көп адамдар, ол рас, енді ол рас, шынымен айтамын. Сондықтан біздің тағы да бір тамаша шайымыз бар, Drink to Shrink. Қазір елдер деген осы аңыз болып жатыр, бұл деген шай деген. Мынандай екі дәмімен бар. Мынандай апельсин және виноград пен апельсин жасаса мен дәмінші. Сондықтан ағзаны тазалап, адамды формаға келтіреді. Көп адамдар мысалы толық болады да, толық мөлшерден толық болады, сондайларға жақсы формаға келтіреді. Бұл кейін аздыра бермейді, бұшы адамда салмағын түсіре беріп бетпейді. Мен ішіп жүрмін ғой, өйткені бұл формаға келтіріп тұрады. Постоянно бұл. Бірақ бірінші кездерде үйде болғандарыңыз абзал. Ең бірінші қолданған кезде, мына өнімді ішкен кезде үйде болғандарыңыз абзал, әбден енді жаңағы іштеріңізді тазалайды, жақсылап тұрып тазалайды өнім. Осындай тамаша Drink to Shrink шайы, құрамы өте, көрдіңіздер ма, өте кофеинсіз. Барлығы бұл біздің өнімдердің бәрі жаңағы несіз, химиясыз, консервансыз, синтетикасыз, өте тамаша табиғаттан алынған өнімдер болып өсті. Енді Drink to Shrink'ті енді мынау тегі ауылға болып бара жатса, мынандай шай бар, қазір компанияда бар, Detox Drink to Shrink деп аталынады. Бұл 4-5 литрға екі стик жүр, пакет жүреді, екі пакет. Сол екі пакетті жаңағы 4-5 литрға дайындап қойсаңыздар болады. Біздің үйде мынандай шайнекте дайындалып тұрады. Бұл ыстықта холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Өздеріңіз тамаша өнім, Drink to Shrink өнімі. Одан кейін біз барлығымыз өз-өзімізді ерекше санаймыз. Біз барлығымыз корольміз, королевамыз, принцессамыз, сондықтан принцтеріміз барлығымыз. Сондықтан королевский синий чай деген бар. Бұл да ағзаға өте пайдалы шай. Мына Drink to Shrink сияқты өте демдеген уақытта. Дәмдерін айтсаңызшы, дәмдері біздің өнімдер. Неге түріңіз жағып кетті? Біздің өнімдер әдемі ғой? Қайсысы ішіп отырсыз? Тәтті бірдеңе берсеңдер. Сондықтан Drink to Shrink шай, королевский синий чай дейді. Сондықтан бұл шайды ішкен адам королева болады осы өнімдерді. Ағзаларыңызды тазалап шығады, энергияны келтіреді. Бұл да шай, ең бірінші осы синий чай. Лимон қоссаңыздар шайларыңыз көп бөлбек болады. Мынандай тамаша, мынандай емес,
синий жаңағы көкпеңбек осындай тамаша шай. Енді жоқ, мен демдеп жүруге уақытым жоқ, мен бүйтпеймін сөйтпеймін деп жаңағы ағзаны тазалауға керек дейтін болсаңыздар, мына White Magic деген осындай тамаша капсула түрінде, мына Brain for Shrimp сияқты, иә, осындай капсула түрінде, құрамында бұның да омега бар, сондықтан біздің шашымызға да, тырнағымызға да, және де салмағымызды бақылап отыратын, салмақты формаға келтіретін осы White Magic өнімі. Содан кейін White Magic'тің тағы да бір түрі бар, мынандай конфет түрінде, ириска деп аталынады, ирис түрінде. Ана салмақты бақылау үшін адамның ағзасына микро-макро элементтер жібереді, дағы адамның мына тәбетін ұстап тұратын осындай White Magic өнімі. Одан кейін қазір білесіздер, иә, кофелерді қоя бергенбіз, бізде коллаген бар еді ғой. Коллаген орнына мен кофелерді қоя бердім, қазір мейлі енді. Мынандай, мынасын, кстати, үйдегі бітті, мен біреуін ашайын, сіздерге беріп көрсетем. Мынандай кофені көрдіңіздер ме? Мынау сіз бар ғой, мен осы кофені, сіздер білесіздер ме, 3-ке 4-те бөліп ішемін. Кипятокпен ішем, сүт қосып ішем, жұмыста қайдағы сүт, сондықтан жұмыста сүтсіз ішем, әйтеуір іше берем да. Бұл да қарап отырсаңыздар, мынада біреуінде жаңағы коллаген бар. Мына кофе с коллагеном, магазиндердегі кофені алсақ, дүкендегі кофелерді алсақ, оның не пайдасы, не зияны жоқ білеміз, иә. Біреулер айтып қойып, зиян ол кофелерді қойып, бірақ білмеймін енді. Вообще негізінде кофелерді айтып қойып, не пайдасы, олардың не зияны жоқ дейді кофені, ол ағзаға. Просто жаңағы кофені жақсы көретіндер бар. Соның біреусі менмін. Ана мақ кофе дегенді бүйтіп үйіп алып ішетін баяғы, қазір қойдың ба? Иә? Иә, бізде күйеуім екеуміз сонда. Иә. Нема кәдімгі кофеден дегенде демдеп ішеміз. Иә, кәдімгі кипятокпен демдесеңіздер болады. Мен әрине демдеп не қыламын. Біреулер жаңағы суға істесе болады, сүт қосып ішсеңіздер де болады да. Бұның құрамы деген коллаген бар. Құрамында айтпақшыдай коллаген бар, бұл да жаңағы тура осындай неде, осындай пачкада коллагеніміз тұр. Сумкамда тұр, қазір көрсетем. Мынандай коллагеніміз де тұр, да. Құрамында берберин, арабика несі бар, экстракты бар бұның құрамында. Ананас дәміменен, бұна кофе, кәдімгі кофе дәміменен да, берберин дейді. Өте пайдасы зор, жаңағы ерекше бір күш қуат береді, ерекше бұл да. Көтермейді. Мен де көтермейді. Сондықтан давлениені көтермейді, қазір қолдансақ болады. Сондықтан осында Epic Slim кофе, Epic Slim коллаген деген қазір коллаген деп, коллагендерді тегі, коллагенді заказды беріп жатам, пәленбайды коллагенді менде жоқ бітіп текші. Коллагенді сендерде коллаген құрамында 12 грамм коллаген бар. Ана осы 3 пачкасы қазір неде тұр ғой, акция сияқты 3 пачкасы. $800 ма? Иә, оның хитрысын айтамын. Компанияны да біз алдап қоямыз келгіздеші. Компанияны қалай алдаймыз? Жаңағы үшеуін сразу бергеннен көрі, біреу плюс десек, ол $157 емес, $137. Иә, ол жағында айтып қоямын сіздерге. $20 арзан бола алмастан да. Мен сөйтіп берем. Сондай хитрыстарымыз бар, иә, асқар, иә? Неше түрлі хитрыстар. Сондықтан компанияны алдап қоямыз. Ана Дерпатнам айтып отқан шығар, мыналар бір қазақтар бәле ғой. Мен бұларды алдайын ба десем, бұлар мен алдайын деп тұрып айтып та. Күшті болып қалған, коллагенге мұна. Иә, коллаген. Сондықтан коллаген. Кофе с коллагеном деген естідіңіздер ме? Сондықтан қазір Гуляда көптен бері көрмей, Райхан бетін жылтыратты дейді. Білмеймін, сіздер көптен бері көрген жоқсыздар ғой, жылтырап алына, жылтырамады ма, білмеймін енді. Сондықтан сондай тамаша өнім Epic Slim кофе. Енді осылар магазинде тұр бізде. Содан кейін мынау омега 3 қазір менде кішкене ғана қалды, өзім ішем. Өте тамаша, жаңағы ашылғаны бар еді, Күлшіка, сен ана жерден тауып берсең болатын еді.
Ой, сіздерге келе жатырмын деп асығып жұмыста отырамыз жаңағы офис парктарыңыздашы. Осының құрамында омегалардың бәрі өте, жаңа мен өзімнің ішіп жүргенімді көрсетейін деп едім. Дәу омега кәдімгі балықтың отаны, сіздер білесіздер ме, қай жақта екен? Норвегияда ғой. Балықтың отаны. Норвегияда ғой деп сіздерге айтып отырмын. Мен де осы жерден естідім негізінде. Негізінде мен де өзім осы жерден естідім да, отаны ғой деп тек бұрыннан білетіндей. Сондықтан Норвегияда жаңағы балықтың отаны Норвегияда екен. Сондықтан егерде теңізден жаңағы сондай жаңағы мұхиттан алатын болса балықтарды білесіздер ғой, ол жерде өрекселермен, жаман нәрселермен, мұхиттың өздері таза емес, оның үстіне жаңағы пароход, теплоход, корабльдердің бәрі жүреді, жаңағы сол жерге бәрі құйылады ғой, енді жаман нәрселердің бәрі ол жерде мазут та бар, жаңағы дәреттердің бәрін жаңағы сол жерге құйылады да, сондықтан бұл балықтарды арнайы Норвегияда бассейндерде өсіріледі. Сонымен оларды аулағаннан кейін 1 сағаттың ішінде өңделетін зат екен. Омега-3, омега-6, ең жесеңіздер мынаны, ана жерін тапсаңыздар дәмдерін көрсетейін деп омега не өте дәмді, мен өзім шайнап жеймін, сырты спирулина өте дәу мынандай дәрі. Тоже брайра жете ма? Бұның құрамында 60 өзіңіз білесіз, Камола, қанша қолдансаңыз да өзіңіз білесіз. Мен кейбір кезде бывает, менде кейбір кезде екеуін жеп қоямын. Кейбір кезде жемей қаламын, өйткені өнімдер көп қойып, біреу ана, біреу мына. Сондықтан жаңағы осындай. Енді осындай тамаша өніміміз бар. Соңғы мына өнімде қазір алып тастады, заказды аз беріп қойдық біз. Өте аз беріп қойдық, өте тамаша өнім. Бұл деген тестостерон деген, тестостеронды көтеретін осы біздің тамаша ерлерге және әйелдерге арналған. Қазір егерде заказ беремін десеңіздер, алса менде бар енді. Ол қанша тұрады? Екеуі $157 тұрады. 157 бізге, ал жаңадан келген серіктестерге $177. Сондықтан тестостерон ол жаңағы адамның әйел заттарда да болады да, енді бақытты отбасы деп айтайын, былай. Бақытты отбасын жасайтын, осы көп адамдар сол үшін ажырасып та кетіп жатыр ер әйелдер. Сондықтан мен сіздерге қалай айтамын, өзім балаларым сияқты балалар отырғаннан кейін шығады. Сондықтан осы бақытты отбасы болатын ер адамдар екеуден қолданады. Оның үстіне бар ғой, мынау артық майларды, мына жировой гепатоз дейді да, сондайларға мына ішектерімізге, біздің адамның ағзасында ішегіміз, біздің тоқ ішек пен тік ішек 12-13 метрден екен. Көп адамдар мен 5 күн іштім, менде результат жоқ деп айтады. 10 күн іштім, результат жоқ дейді. Мен осы келген уақытта ойланып келдім, осы компания келер бізде. Өйткені біздің капиллярымыздың өзі 140 километрге дейін бар. Созып келіп жүрсе сол капиллярдың бәрі. Сондықтан соның бәрін тазалап шыққанша, достар, уақыт керек. Бірақ енді біздің команда барлығын түсінеді деп ойлаймын, өйткені барлығына осындай ақпаратты толық жеткізуге тырысамыз да енді. Сондықтан ғой сіздерге келіп жатқанымызда сондықтан естерінде болсыншы деп, өйткені әртүрлі командамызда әртүрлі адамдар келеді, әртүрлі барлығына жеке-жеке айтып түсіндіргенше біраз уақыт келеді. Сондықтан соның бәрін тазалап, адамның күш-қуатын көбейтіп, содан кейін жаңағы барлығын тазалап, мынау ер адамдарда мына пивной живот деп істеді ғой жаңағышы, сондай солардың бәрін қалпына келтіреді, сол кезде жаңағы ер адамның да күш-қуаты көбейеді, қарапайым тілмен айтқан уақытта. Осындай тамаша өнім бар. Одан кейін қазір компанияда мынандай тамаша өнім бар, мынау енді жоқ. Біздің қазір мына суықтар келеді жатыр, O2 иммун дейді, бұл мұрынға себу арқылы, былай себу арқылы мына мұрындарыңыз пышылдап тұрса, бітеліп тұрса, гайморитке де өте тамаша септігін тигізеді екен. Аллергия, иммун. Тамаққа ма? Тамаққа мынау. Тамақтарыңыз ауырып тұрса, мынаны да мынаны көзге де тамыза берсе болады. Бізде көзге, жаңағы көздің глазной давление, Айдолаттың өзі тамызып жүрді. Айдолат әнеуін айтты, мен мынаны не қылып жүрсем, менде де жаңағы сонша ауру болғаннан кейін зрение құрған менде. Менде бар, тамыздың көзіне. Тамызыңызға. Кабинетте тұр ғой, қайсысы тұр ғой? Кабинетте біреуі тұр ғой осының. Мынау тұр ғой.
дропс тұр, иә. Мынау өте тамаша тоже, оксид азотын тоже көбейтеді дағы, мынау да сондай, екеуі де жаңағы біз мынау тілдің астына салсақ, тілдің астынан жаңағы қан тамырлар арқылы барып иммунитетімізді де көтереді, аллергия болса сондайларға өте жақсы, бұны көзге де тамыза берсе болады, и мынағында сондықтан мұрынға тамызатын да. Сонда екеуі қанша қайнаған? Кабинеттен көру керек. Аха. ұмытшақтық. Қасында тұр ғой ажан. Қайсы? Алдында тұр. Не тұр? Ұмытшақтық. Когнитивная функция деп осыған әрең тілім келді негізінде. Когнитивная функция деп. Мынандай, сіздер мен жеп жүрген өнім мына жағынан ашқан ғой, қарамайсыздар ма? Не, саз. Мармелад сияқты. Иә, миларыңызды дұрыстайды. Миларыңызды емес, нені? Памятің күшті болады. Кешке қойыңыздар, күнде өстіп ақпарат беремін да. Күнде ақпарат беремін. Кейін сіз жаңылысып жатсам, ренжімесіздер енді біздікі барлығы. Айболат емеспін ғой, мен врач емеспін, бухгалтермін, профессиям сетевикпін, сондықтан жаңағы кейбір кезде дұрыс сөйлемей қалсам, ренжіп қалмаңыздар. Сондықтан мен дұрыс сөйлеуге тырысамын, сізге бірінші. Ұмытшақтық істейді. Мен коридорда жарты сағат тұрдым. Иә, сол коридорда жарты сағат тұрғаным үшін сізге бірінші берейін деп тұрмын. Рахмет. Келіңіздер. Бекардың бұл кісі басы күлді ғой, бекардың бетін бай. Бұл ұмытшақтыққа не, памятке жақсы. Ұмытшақтыққа жақсы, памят. Балдарға берсе әші керемет деп отыр. Ұмытшақтыққа, памятқа күшті. Бұл неменеде бар ма екен? Сәкен апай, сіз төлеуханаға екеуіңіз бөліп жейсіздер аналарға жерден түсіп қалады. Біздің мынау есте сақтау қабілеті, есту қабілеттері, солар арқылы солардың бәрін жөндейтін. Қазір көп адамдар ұмытшақпын, ұмытып қалдым, ананы қайда қойдым, телефонымды қайда қойдым деп жатады ғой. Осындайға өте жаңағы жақсы есте сақтайтын өнім. Енді 2 минуттық крем. Мен 2 минуттық крем мына тойға барайын деп жатсыз, жаңа. Мен өзгертіп жүрсеңіз Қазір жақып көру керек. Мына 2 минут деп... Мен ғой мен десем, сен кімсің? Сондықтан 2 минуттың ішінде мына әжімдеріңізді қалыпқа келтіретін өнім. Бірақ бұл енді сіздер ойлап қалмаңыздар, 2 минуттан кейін әжім бәрі кетіп, өмір бақи өз әжімін кетіп қалады деп ойлап қалмаңыздар. Бірақ бір 10 сағатқа сіздерді әдемі қылып тұратын. Тойға жақып көру керек? Мен любой бірінші келеді ма, бірінші ашам өзіме. Бірінші ашам, любой. Қандай өзгеріс болды? Суретіңіз бар ма былай түскен? Бар, ана жерде бар. Біздің адамдардың бәрінде бар. Асқар сенде бар ма? До и после. Қазір доны қойып. Мен до суретімді чатқа салуға. Руслан сенде бар еді ғой? Бар. Көрсетіп қой енді. Мен көрсетпеймін, мен өзім аламын. Маған жіберген. Мен ең әдемі болып, до суретімді жаңағы бұрына осы бетік компаниясына келердің алдында. Зиян жоқ қой, құдалықта екі подругам, сондықтан өте қап қарарма көкпенбек па сондай болған. Содан кейін достар, мен қазір жаңағы Гүлнар деген мен подругам 40 жыл болған. Сондай айтып отыр. Менде бетімде қал бар. Андай туылғаннан біткен родимое пятно дейді. Бұл өте қызыл. Өте қызыл. Сондықтан қазір өте қызыл қазір көрінеді енді кішкене. Бірақ енді бұрынғыдай емес, кәдімгі бордовый болатын. Соны жаңа Гүлат таңғалып жатыр ғой, сондықтан осы өнімдерді ішкен арқылы, ол білмеймін қалай действиесін бергенін қайдам енді. Оны өзім күнде айнада көріп жүргеннен кейін өзім байқамай да қалыппын. Сондықтан мынау жаңағы кішкене осветление бар мендеші. Кішкене емес, әжептеуір. Осын жаққаннан ба? Жоғы өнімдер ішкеннен кейін жаңа өткенде ғана шыққан бұл
Сіз не чудо дейсіз, тек вообще чудоны жүрдіңіздер. 2 минут тойға барсаңыз 8 сағат 10 сағатқа шейін жаңағы әжімдеріңіз. Бірақ кішкене бір қой бетіңіз сәл ылғал болып тұру керек. Әпсе ақ дақтар білініп қалады. Тонким слоем, очень тонким слоем. Мынау сізге 1 жыл, 2 жыл, 3 жылға жарайды мынау. Сондықтан күнде, ал енді күнде қолданып жүрсеңіздер, жаңағы күнде қолданып жүрген кезде анау бет соған үйреніп қалады да, соны ақырындап со временем әжімдерде кетеді деп жатыр. Қанша тұрады? Кейін Чаттан айтамыз. Пластыр. Енді пластырлар жаңа ғана алдым. Біздің өте керемет қазір эксперименттерді көріп жатқан шығарсыздар, мына пластырлар. Өте тамаша пластырлар, бұлар жаңағы осыны таққан адам ауырған жерді моментально басатын. Мысалы, кеше естіп жатырмын, жаңағы гайморитке деп мына жерге мынадан кесіп алып бүйтіп қойып қойсаңыздар, осындай тамаша өнімдеріміз бар. Қазір ең бірінші кезекте Ким Мин Су, біздің профессор ғалым ученый осыны шығарған болатын. Мынау бұрынғы өнім денеңізде білінбей тұрады. Ауырған жерде мен кеше Талдықорғаннан су құйып келді кеше маған. Түніменен жетеді. Түніменен. Сондықтан жаңағы осы мына жеріме қоя салам, арқама қоя салып едім, көрдіңіздер ме, алдыларыңызда жүгірмей суық тиген жерге де, ауырған жерлерге де, бір болады ғой, қолдарыңыз ауырып қалады, аяқтарыңыз, арқаларыңыз ауырып қалады, арқа шаншпады, сондай жерлерге қоя салсаңыздар, кішкентай балаларға әсіресе анау неған кезде бүйтіп қоя салсаңыздар. Керемет Түнімен жетіп шықтым. Тұруға еріндім. Сөйттімдағы бағана қоя салдым. Бірақ бұл бар ғой 12 сағат, 10 сағат, 12 сағатқа қойылады. 24 сағаттың уақытын береді. Мен бірақ жаңа алып тастадым бұнышы. Тура шөреге. Мен тағып жүрмін постоянно. Аха, постоянно сен тағып жүрсің ба? Ой, молодец. Тағып бізде қазақта көп нелер бар. Қазақта бет айтады, көз дейді, қазақта екі ақ бар, көз дейді болмаса сөз дейді ба, жаңа суық дейді деген екі ақ аурумыз бар. Сондықтан көзді тигізбейтін действительно шынымен айтып сіздер Қойып беріңіздер. қойып береміз, барлықтарыңызға қойып беремін. Жаңағы анау көз дейді болмаса сөз дейді деп, ой бұл суық дейді деп жатады. Кеше мысалы менде мындай болды, мына жеріме салқын тиген ғой, шанша ауырады да, жүректің астына жерге, ананы жабыстырмай уже қиып аламын да. Таңертең жоқ қой, іше болмайды. Мына балтырларыңыз ауырып тұрса, мынаны ортасынан кесіп жіберіңіздер да, былай емес, былай. Мынандай екі шетіне қоя салыңыздар. Қолдарыңыз екеуің балтырларыңыз, болады аяқ ауырып тұрған кезде. Сонымен мысалы қолдарыңыз ауырып тұрса, бүйте салыңыздар да, мынандай екі шетіне қоя салыңыздар, моментально 15-20 минутта, кейбір кезде 5-10 минутта енді жаңағы қалыпқа келтіреді. Мен жолда келе жатқан уақытта арқаларыма қойылған, машинада келген поезд жақтырмаймын жүрдіші. Сондықтан арқам ауырмай сөйтіп келеді оны. Машинада келе жатқан уақытта жүріні 6-7 сағат, 5-6 сағат бұрынғы тұра бергеннен кейін ауырады, осындай. Қазір мынау сайтта мынасы тұр. Өте жақсы татуаж істеп алған сияқтысыздар да жерлеріңізге. Сол квантовый энергияменен осындай эксперимент жасап жүрге болады. Өте тамаша өнімдер достар. Сондықтан